Мен Кентау қаласы Қарнақ ауылы Ақын Тұма номер 11 жалпы орта мектептің 7 сынып оқушысы Исупова Мафтуна. Су бар жерде тіршілік болатындай біздің ауыл Сырлы өзенінің бойында орналасқан. Табиғаты ерекше. Жазғы демалыста өзенді жағалап суға түсеміз. Суды ластамау керектігін анамыз әрдайым айтып отырады. Бүгінгі күнде өркендеп келе жатқан Қарнақ ауылымыздың ажары оның тазалығында. Ауылымыздың таза, әдемі және жасыл желекке орнаған болуы үшін әрбір адамның жауапкершілігі мен сүйіспеншілігі қажет. Табиғатым, тіршілігім, ырысым. Сенсіз менің тарылады тынысым, биік-биік тауларыңа қарасам, алшаң басып түзеледі жүрісім. Сенсің менің тазалығым, тұнығым, сенсіз менің үзіледі үмітім, сен бар жерде жыр тұнады көңілге, сен бар кезде құлшынамын өмірге. О адамзат, аялашы, қорғашы, өзің туып, өзің өскен ортаны, келе жатыр талай сәби өмірге, ең болмаса соның жайын ойлашы. Ей ағасы, інісімен бауырлар, мен айтатын сөздеріме құлақ сал, табиғатпен адам егіз емес пе, өкінерсің кетсе егер келмеске. О адамзат, аман жүргің келсегер, қарап тұрма несібен ғой қара жер, табиғаттың тазалығын сақтағын, адамзаттық борышыңды ақтағын. Сеніміңді ақ жүрекпен ақтаймын, туған жерім, топырағым баптаймын. Сенімен ата-бабам дақ салмай, табиғатты таза етіп әлемімді сақтаймын. Тазалық табалдырықтан басталады деген халқымыз. Ауланы ұқып тұстау, ретке келтіру санитарлық талап қана емес, мәдениет пен талғамның белгісі. Сондықтан біз қоршаған ортаны таза ұстауға өз үлесімізді қосамыз. Мектеп ауласын тазалап, ағаштарды әктейміз, және де өзен бойларын қоқыстан тазалауға ерікті түрде барып тұрамыз. Мектебіміз ауласындағы жылыжайға аптасына бір рет мұғалімдеріміздің қадағалауымен барып, көкөністеріміздің өсуін, топырақ ылғалдылығын, температурасын бақылап, арамшөптерден арашалап тұрамыз. Өз үйінің ішкі жинақылығымен де шектелетіндер бар. Себебі қоқысты көшеге төгетін, қалдық заттарды қоқыс жәшігіне тастамай, жерге тастай салатындар да кездеседі. Сондықтан біз айына бір рет су жағалауындағы демалыс орындарына барып, өз еркімізбен қоқысты жинап тұрамыз.